тұрсын, өшпесін отыдағы әдебидің мәңгілік қазан қайнап оттары жанып тұрсын деп шапына бұрып қояды. Ал, Гүлмарал кел ұстай қой. Әрекез көмектесесіз. Бәрекелді. Гүлекең өзі біледі, жарай ма? Гүлмарал келініміз өзі біледі, қай жағын кеседі. Астын кетсең, астын кессем астында тұрам дейді. Ең астынан кесетін болсаң, қайын жұққа барып тұрасың. Ортасынан кессең, 66-54 әскери бөліміне барып тұрасың. Ең төбесін кессең, Рашид ағамның қолында өз үйінде тұрасың. Гүлмарал өзі білсін, енді сен көмектесіп тұр, жарай ма? Кеттік қошемет. Ал өзіміздің үйде тұрамыз деп жатқан келінге қошемет ағайындар. Тас түскен жерден ауыр деген осы. Бір осы қесей. Бір жетеді. Бұл енді қазіргі ағайындар ауру қалса да әдет қалмайды деп мінекей дәстүрге еліктеушілікке айдандырып алғанбыз. Тортты апарып бір қасықпенен анау апаның аузына, мынау атаның аузына апарып тыққылап жатамыз. Енді олай болмасын, қадірменді ағайындар, біз енді жүйрігіміз бәйгеден келсе маңдайына ақ жағатын қазақпыз. Сол үшін де ұрпағымыз өсіп, өліп жатқан сәттерде қошемет тілектен басқа артық ештеңе жоқ. Енді әкеменен ана бұл торттан ауыз түйеді дегенмен енді бір-бірдеріңізге ұсыныңыздар. Мынау іштей тілек айтып, негізі қазіргі кезде мына торттың орнына қымызбенен шұбат, яғни ақ айран болса, үкі тағып қойсақ жастарымызға, осы ағарыңдар деп жатсақ, нұр үстіне нұр болады. Бір-бірдеріңіз ұсыныңыздар, сонымен болды. Мынаны алып кетейік. Қошеметтеріңіз Гүлмаралға, қошеметтеріңіз әдебиге болсын. Жігіт жолдас келе ғой, мен сен үйденесің. Енді келесі кезекте әдеби мен Гүлмаралдың ең алғашқы махаббат биі. Ал енді олай болса, қошемет сіздерден болсын. Екі жастың отабы ордаға айналсын. Берекеміз бір болсын. Махаббаттары мәңгілік болсын. Аталар, апалар, ойнап қалмаңыздар. Ішін тұмандатып жіберді. Бұл қалай болды? Бұл ешбір денсаулыққа зиян келтірмейді. Өзі сорғыдан қайтады. Сіздер ойнап қалып жүрмеңіздер. Түтін емес бұл.
жастың махаббаты мәңгілік болсын. Аллах тағала жаратушым ғұмыр берсін. Тек қана халқына, еліне, жұртына екі жаққа сыйлы болып күлімдеп жүрсін деген еріңіз ерекше қошемет болсын.